хабарлаңыз. Мен телефоным бар, неге телефонға шықпайсыз? Жоқ, енді келеді дегеннен осында келдік қой. Енді күтіңіз, мен жұмысымды жасап қоямын, соны ең барып Мен күтемін ғой. Бірақ арыз шағымның қараңыздаршы, не күні жоқ, не Ақанның мына жерде қолы жоқ. Жоқ, главное, мына жерге қол қояды, көрдіңіз бе? Өз қолымен жазылды. Мына жерде басында да. Екінші бетін ашыңыз. Мінекей. Мына екі жерде мына. Менің айтуым бойынша жазылды, терілді. Числосы. Боялы. Числосы. Кеше күні түстік, кеше Целиноград аудандық ішкі істер бөліміне тіркелді бұл материал. Тіркелсе неге мына жерде даталарын түгелдей жазбаған, қараңыздар. Сонымен қатар қараңыздар, мына жерде маған қылмыстық кодекстің 419 бабы бойынша қылмыс жасалған туралы көріну, жалған сөз жеткізгені үшін қылмыстық жауаптылық туралы және оған ең жоғарғы жаза ретінде 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделгені ескертіледі дегенде, бұл жерге танысу ретінде қолын қою керек, аты жөнін бәрін жазу керек мына жерде. Бұл жазылмаған. Сіздікі қандай топ? Әлеуметтік желіде? Мына өздеріңіз көріп отырсыздар, полиция қызметкерлері қандай арыз қабылдайтын. Біреуге жазылады, біреуге жазылмайды. Бұл бізде туындап отырған сұрақ. Да, екінші түсініктемесінде де мына қабылдаған, кім қабылдағаны мына жерде жазылмаған, полиция қызметкерінің не аты жөні жоқ, мына жерде кім қабылдағаны туралы. Қай күні жазылған? Міне бұл жерде еш нәрсе жазылмаған. Сіздер бұрмаламаңыздар. Талонды көрсетіңіз. Енді бұл жерде жазылу керек қой. Мына жерде неге жазылмаған? Неге мынаны обязательно жасау керек қой. 419 бабы бойынша бұл жазылу керек қой. Неге ол кісі қол қоймаған? Қояды ол кісі, неге қояды? Қашан қояды? Қазір шақырамыз, бәрі біз әлі біткен жоқпыз. Әлі әкімді шақырамын қазір. Сіз мені түсініктеме маған шақырып алдыңыз ғой. Сіз менен түсініктеме сұрап отырсыз. Қазір мені артынан бардыңыз. Кешіріңіз, Мадина ханым, мына жерде қараңыз. Енді неге бұл кісіден сіз дұрыс арыз өз қолымен жазылды деген жерде қолы тұр. Қолы тұр ғой мінекей. Жоқ, қол тұрған кезде 419 бапқа ол кісі жауапкершілікті тартпай ма? Ол мына жерге жазатын кезде, неге ол енді танысқан кезде мына жерге қолын қоймайды? Бұл мәселе бұрмалағанда емес, мен сізге заңды түрде талап етіп тұрмын. Сіздер менен оны талап етесіз. Мен қазір арыз түсірдім. Ол 419 бап бойынша таныстым деп маған қол қойдыртып алдыңыз да, ол меценатқа қол қойдыртуға сіздер ол кісіден талап еткен жоқсыздар. Енді кейін, одан кейін сіздер жұмыс атқарасыздар ма? Жоқ, бәрін түсініктеме қазір әкім келіп жазады, түсініктеме ана жерде болған адамдар жазады, бәрін жазамыз. Біз ол материалдар жиналады қазір. Ешқандай емес. Біреуге, яғни құқықтық жауапкершілікке біреу тартылу керек екен да, біреуден талап етесіздер де, басқаларға ол құқықтық талап ету ол жоқ па? Ол бұрмалау емес. Нағыз факт бойынша менің көз алдымда, мен танысып отырған арызымда осындай жағдай болып отыр. Ол бәріне қазір жазылады, бәріне де түсініктемесін жазады. Мен құрметті Сәденов мырза, министр мырза, мына сіздердің мынау Қоянды ауылының полиция бөлімшесінен мына біздерде азаматтардан қандай жаңа арыз шағымда қабылдау барысында құқықтары сақталмаған деп ойлаймыз. Біреуге сақталмаған, біреуінікі сақталған. Яғни қалталы азаматтардың құқықтары сақталады да, бізде азаматшылардың құқықтарымыз сақталмайды екен. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мына арыз шағымда сіздер осы факт ретінде өзіміздің арнамызда 4-ші билік арнасына осыны шығаратын боламыз. Тағы кімді шақырдыңыз? Қол қойдыртуға айта кетіңізші. Туған жеріңіз, біліміңіз, орта немесе жоғары, мына жерге жасайын. Неге әкімді шақырасыз? Қайсысын? Мен әкімнің үстінен жазған жоқпын. Жоқ, ана жерде сұрақтар болды ғой. Мен әкімнің қызметкеріне жаздым. Жинауымыз керек қой, сол бойынша шақырдық. Мен әкімнің қызметкерін шақырдыңыздар жаңағы жаздығын. Міне қазір қолымы қоймаған кісілер осында келіп отыр. Оны полиция қызметкері шақырды қазір. Кеше жазылған арызға қол қоймаған ғой, 419 баппен таныспаған, соған қол қоймаған. Сол кісіге таныстырған. Енді таныспаған. Қазір шақыртып отырмын, біз өзіміз талап еткеннен кейін.